Көріспегелі соңғы эфирден мінекей 1,5 ай болды. 1,5 ай өтті. Қатты сіздерді сағындым. Бізде. Біздің бентті да сағындым. Және редакторларды сыртта көріп, барлығымыз құшақтасып, сағынышты басып жатырмыз. Қобалжу әрине кішкене ғана бар. Енді сіздерге қарағанда біз біраз отырып қалдық қой. Қасқырмыз дейсіз ғой. Әрине. Көрдіңіздер, қорқу керек осындайлардан. Сізде де видео бар деседі. Профайл. Видеоңызды қайтадан жаңарттық. Олай болса, назарларыңыз экранда болсын. Ханзада жайлы таныстыру. Не уверен айтымда бет. Сондаймын ғой. Барлығыңызға сәлем. Мен есімім Асқат, жасым 32-де. Алматы қаласынан боламын. Ажырасқанмын, бір балам бар. Есімі Амир. Алдыңғы маусымда отырдым, өз жартымды күттім, бірақ болмады. Сондықтан қазір тағы да өзім бақытымды сынайын деп келдім. Осы маусымда бұйырса, мен тойымды көресіздер. Бұйырса дедім ғой? Бұйырса. Менің мамандығым негізі дипломат, бірақ мен қазіргі таңда жеке кәсіпкермін. Мен қатысушылардың арасында біреуді ұнатып қалсам, мен сөз салам. Бұл маусым Ханзадасыз қалай басталады? Сондықтан мен келіп отырмын. Және де қайтадан қосылай Ханзадасы. Мен болам. Мынау клубты ғой десің. Мен қайтадан Ханзада боламын да. Болмағасып. Зорына жүрді. Осы маусымда Зухра маған үміткер болып келетін болса, шымылдық ашылмайды. Мен өзіме 18-ден 25 жасқа дейінгі ажыраспаған, заманауи, баласы жоқ, қарапайым қыз күтемін. Және ең басты талабым, аяғының размері 36-дан аспау керек. Дәл Золушканы күтейін. Так болса жақсы болатын еді. Мен сияқты ой десе ойы, бой десе бойы бар, алға қойған мақсаттары көп және сол мақсаттарына жететін бизнесмен жігітті қаласаңыз, мен сізді қосылайық бағдарламасында күтемін. Біраз талаптар өзгерген екен, оқырман саны сияқты келген кезде қанша болды, қазір әйтеуір 200 мыңға жетіп қалған екен. Кәдімгідей өзіміздің армияңыз бар, Шүкір, барлығы осы қосылайықтың біздің көрермендердің арқасында ғой. Көп алғысым шексіз сіздерге. Рахмет. Біледі неден бастау керек екен, Көрермендер мені көргеніне қуаныштымын. Қуанышты деген ойдамын. Бірақ үйде отырып, эфирді көріп отырған Зухра ханым әйбір төплейін жіберді ау теледидарға. Шымылдық ашылмайды дегеннен. Оның туфлин размері 35 қой деймін. 35. Туфли ұшқан шығар енді, жарайды. Зухра, сәлем. Енді бұндай талапты мен бірінші рет естіп тұрмын. Аяқ киімінің өлшемі 36-дан аспау керек дейді. Неге? Диана ханым, мен бүйтіп қарап тұрсаң, білесіз ғой енді мен андай нәзік, қарапайым, Золушка сияқты қыздарды ұнатамын, Сондықтан бір аяғы енді бүйтіп дәу болып сенің қасыңда жүрсе, ыңғайсыздау. Енді адам дүниеге келген кезде өзінің аяқ киімін таңдап келмейді ғой, өлшемі. Енді Золушка мен ойлаймын да, босқа шықпаған шығар, ондай ханшайым. Мен бәрібір Ханзадамын ғой. Значит, қасымда ханшайым болу керек. Ханшайымның аяғы мен ойымша, ертегілер бойынша кішкентай болу керек. 35 болу керек па ертегі бойынша? 35-36. 35-36. Студияда 35 киетін қыздар бар ма? Айнұр. Менің көзіме бағана түскен бір қыздың қол көтерілді. Аягөз? Шаш қысқа. Естерін білмейді екен. Есімін білмейді. Көзіңіз түсіп қойды ар жақта жүріп. Айттым ғой, бұл кісілер қасқыр. Аягөз? Жоқ, мен саламатсыз ба, қош келдіңіз. Мен айтайын деген едім. Сіз размері 36-тан аспасын дейсіз. Сонда сізге бой кішкентай қыздар ұнайды ғой? Бой обязательно ол болмау керек қой. Например, болады 175 сантиметр бойы, бірақ аяқтары 35-36 болады. Жоқ, ондай болмайды. Менің бойым 72, бірақ аяғым 39. Сіздің бойыңыз енді нормально ғой маған. Мен 182, бірақ аяқ киімі болмайды ғой, өлшемі. Қанша? 39. 39 ба? Онда жарайды. Онда жарайды. Исключать етеміз. Талаптар өзгеріп жатыр. Енді Ханзада қайтадан мен болам деп жатырсыз, Қалай ол сонда? Жыл өте келе қайтадан титулды сізге береміз бе? Енді біріншіден, бұл жерде маусым басталады. Мен неге келдім? Ханзадасы маусым басталмау керек деп келдім. И әрине, арғарай тағы да конкурс болатын болса, ал мен ойымша мен бүгін профайлдарды көрдім, негізі титул өзімде қалатын сияқты. Енді бір Ақтөре інім келіп қалып жатса, енді онда мүмкін шапанымды берермін, бірақ пока енді таныс емеспін ғой, лайық адамды көріп тұрған жоқпын. Жаннұр мырза, микрофонды жеткізсеңіздер. Асқат, ассалаумалейкум, қош келдің біздің жобаға. Енді айтып отырсың ғой, бұл жобаның Ханзадасы мен болам деп. Бұл жобаның Ханзадасы мен болам биыл.
содан кейін бағана қасқырмын деп отырсын, және де бізде бәріміз нақты отырған қой емеспіз. Енді біз қасқыр ататын аңшы деп айтпай қойық, оданша бәріміз бір стая болып, бір бәрімізді қасқыр болайық. Қош келдің бауырым. Не деген сөздер? Бөлінгенді бөрі жеткейсің ғой. Оданша бәріміз... Ол ханзаданың титулын алған кезде бұл жердің ханзадасы мен болам деп сол кезде айтуға болады. Пока что бұл жердің ханзадасы менмін. Және бұл менің жобам. Жігіттер, сіздер бір жар іздеуге емес, ханзаданың титулын ұтып алуға келген сияқтысыздар, иә? Диана ханым, бүгіннен бастап бұл жобаның ханзадасы мен деп ойлай беріңіздер. Мәссаған. Уақыт көрсетеді, жігіттер, таласпаңыздар, барлығын көрермен шешеді. Біздің өте керемет ережеміз бар. Біз еш нәрсеге араласпаймыз. Біздің керемет қырағы көрерменіміз бар. Асхат мырза, профайлда айтып қалдыңыз, менің тойымды бұйырса көресіздер деп. Бұйырсын, көрейік. Әумин, барлығымыз көрейік, барлығымыз осы жерде тойлайық. Әумин. Ал қыздар аяқ киімінің өлшемі 36-дан аспайтын арулар, келіңіздер, нәзік болсаңыздар, біздің ханзада сіздерді күтеді. Рахмет, Асхат мырза, көргеніме өте қуаныштымын. Жайғасыңыз. Рахмет. Асхат мырза көп ойланбай ортадағы орындыққа жайғасты. Ал енді мен дәл қазір танысу үшін студиямызға өте жарқын болып отырған бір қатысушымызды шақырайын. Ол бізде Елена ханым. Тамаша, қош келдіңіз. Өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет, мен бақыттымын сізді көріп, өте әдемі екенсіз. Рахмет, үлкен, сіз де өте керемет болып тұрсыз. Қай жақтансыз, Елена ханым, және неге Елена деген сұрақты қойсам бола ма? Саламатсыздар ма, Диана ханым, саламатсыздар ма, көрермен, саламатсыздар ма, қатысушылар. Мен есімім Елена, жасым 41-де, Атырау қаласынан боламын. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы селосынан. Шекара Қазақстанның, Россияға жақын тумасымын. Қазіргі таңда Алматы қаласында тұрамын. Бізде жарнама уақыты, жарнамадан кейін жалғастырамыз, және сіздің даусыңыз сондай керемет. Ән айтатыңызды жақсы білемін, және жаңа қатысушылар тағы бар студия сыртында өз кезегін күтіп тұрған. Олар кім? Жарнамадан кейін бірге білеміз, арнамыздан алыстамаңыздар.